саламатсыздар ма оқушылар? Біз бүгінгі сабақта 7-ші сыныптарға арналған номер 3-ші зертханалық жұмысымызды бастаймыз. Ол үшін бізге керекті құрал-жабдықтар: қысқыш, спиртшам, кәрлен табақша, парафин, петри табақшасы, ас содасы, сірке суы, күрек және шыны таяқша қажет. Сонымен, бірінші тәжірибе балауыздың еруі. Ол үшін ең бірінші балауыздың кішкене мөлшерін кәрлен табақшасына саламыз. Артық мөлшерін алып тастаймыз. Спиртшамды жағып, балауызды ертеміз. Қысқышпен кәрлен табақшасын қысамыз. Сөйтіп, от жалынында ең бірінші кәрлен табақшасының бойын қыздырып аламыз. Кәрлен табақшасының бойы қызғаннан кейін табақшаны от жалынында ұстаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай, балауыз жайлап ери бастады. Яғни балауыздың агрегаттық күйі өзгере бастады. Бастапқыда қатты агрегаттық күйден от жалынында қыздырғаннан кейін сұйық күйге өзгерді. Яғни бұл жерде табиғи құбылыс жүріп жатыр. Қатты күйден сұйық күйге өзгеріп жатыр. Көргендеріңіздей, балауыз еріп сұйық күйге өзгерді. Техника қауіпсіздігін сақтай отырып, біз спирт шамын сөндіреміз. Келесі, екінші тәжірибеміз біздің ас содасы, сірке суы қажет болады. Және де петри табақшасы, күрек және араластырғыш. Өздерің білесіңдер, кез келген химиялық лабораторияда реактивтерді қолмен ұстауға болмайды. Сондықтан біз ас содасының кішкене мөлшерін күрекшеменен петри табақшасына саламыз. Енді осы ас содасының үстіне сірке суының 2 мл-дей тамызамыз. Көріп тұрғандарындай, бұл жерде де құбылыс жүріп жатыр. Яғни химиялық реакцияның 4 белгісінің бір белгісі байқалып тұр. Газ көпіршіктер түзіліп жатыр.